Шығыстағы қазақ тайпаларының бірігуі нәтижесінде құрылған татар империясының шығыс бөлігі үгедей ұлысын Құбылай хан басқарды. Қазақтар Сун қытайларының оңтүстік бүйірінен соққы жасау үшін Вьетнамға жерлерінен жүріп өтейік деп рұқсат сұраған болатын, бірақ вьетнамдықтар елшілерді зынданға қамап тастады. Бұған ашуланған Сүбейдейдің баласы мен немересі бастаған 30 000 әскер Вьетнамға басып кірді. 1257 жылы болған соғыста қазақтар тез арада қазіргі Ханой қаласын басып алып халқын қырып жіберді. Дегенмен қазақтарға вьетнамдардың ауа райы жақпай, олар қиналып ауыра бастады. Сол үшін де вьетнамдықтар үгедей ұлысының билігін мойындағанда қазақтар дереу шығып кетті. Қазақтар Вьетнамға басқақтарды отырғызып қойды. Басқақ деген бағындырылған жерлерде ханның атынан басқарушы деген мағынаны білдіреді. Бірақ вьетнамдықтар бодандықты ауыр қабылдады. 1266 жылдан бастап Құбылайдан басқақтарыңды алып кет деп талап етті. Дегенмен үгедей ұлысы азамат соғысында және Қытаймен соғыс болып жатқандықтан біршама жылдар Вьетнамға әскер кіргізе алмады. Тағы да жапондармен болған соғыстар нәтижесінде көптеген теңіз кемелері суға батып кетіп қиындықтар тудырды. 1282 жылы Қытайдағы басқақ Сигетудың басшылығымен ішінде 5000 адам бар 100 кеме Вьетнамға басып кірді. Олар Вьетнам астанасы Виджаюды басып алды, ал Вьетнам патшасы қашып кетті. Вьетнамдықтар бастапқыда жеңіліп қалса да, артынша тоқтаусыз партизан соғыстарын жүргізумен болды. Олармен партизан соғысын жүргізу қиындап кеткендіктен Құбылай әскері арада 2 жылдан соң елге қайтып кетті. Сигету Құбылайға Вьетнамды жаулаудың жаңа жоспарымен келді. Бұл Құбылай қонап, ол баласы туғанға әскер бөліп Вьетнамды жаулап кел деп тапсырды. Жолда олар қолбасшы Чан Хинг Даоның 15 000 әскерін жеңіліске ұшыратып Ханглонгты басып алды. Одан әрі вьетнамдықтар партизан соғыстарына көшіп шегіне жүріп, арттардан азық-түліктерді жойып отырды. Бұл уақытта қолбасшы Сигету бастаған әскер солтүстіктен басып кіріп еді. Дегенмен вьетнамдықтар жойқын соққы беріп, Сигету ажал құшты. Құбылайдың баласы туған бастаған әскер де ауыр жеңілістерге ұшырап шегінуге мәжбүр болды. Вьетнамдықтар оларды жылқылар жүре алмайтын жерлерге алдап алып барып қырып жіберіп отырды. Келесі жылы Құбылай тағы жорық жасауға әрекет жасап еді, әскерді қамтамасыз ететін қажетті құрал-жабдықтар жетіспей тоқтап қалды. 1287 жылы біріккен қазақ Қытайдан құралған 91 000 адам 500 кеме Вьетнамға тағы басып кірді. Вьетнам қолбасшысы Чан Хинг Дао халықтың бәрін дереу көшіріп алып кетіп, тұзақ құрумен айналысты. Олар өзен бойына өткір қазақтарды жасырып қойды. Бұл қазақтар мінген кемелерге білдіртпей қадалып тезу үшін жасалды. Вьетнам кемелері жау келе жатқанда олардан қашқан сыңай танытып, өздері қауіпсіз жолдармен өтіп кеткенде қазақтар тұзаққа тап болып, кемелері қазақтарға тиіп тесіліп жатты. Вьетнамдар ойлап тапқан көптеген тұзақтар мен партизан соғыстары қазақтарды шаршатып, олар кері қайтуға мәжбүр болды. Бұл соғыстан кейін Құбылай баласы туғанға қатты ренжіп, оны басқа қалаға жер аударып жіберді, ал вьетнамдықтармен келісім бойынша тұтқын алмасты. Вьетнам патшасы Құбылай билігін мойындаса да, іс жүзінде үгедей ұлысының билігі вьетнамдықтарға жүрмеді. Құбылай қайтыс болғанда орнына Темір билікке келді. Темір ханның кезінде қазақтар мен Вьетнамның қарым-қатынасы түзелді. Қазақтардың Вьетнамды түгелдей жаулап алмауының себептеріне келер болсақ, біріншіден, бұл аумақ орман тоғайлы болды, ал бұндай жерлерде көшпенділер жылқысының еркін жүруі қиынға соқты. Вьетнамдықтар әртүрлі тұзақ құрып тал арасына жасырынып отырды. Екіншіден, Вьетнамның тропикалық климаты қазақтарға жақпады. Олар бара салысымен ауырып, қолайсыз жағдайларға тап болды. Үгедей ұлысына ол жақта тұрақты әскер ұстау қиын болды. Үшіншіден, партизан соғыстары вьетнамдықтар ашық соғыстарда жеңіліп қалса да, артынша тоқтаусыз партизан соғыстарын ұйымдастырып шабуылдауын тоқтатпады. Оларды тоқтату қиын болды. Төртіншіден, Вьетнамға жойқын соққы жасау теңіз жолдарымен жасалса өте тиімді болатын. Дегенмен, Жапонияға жорық барысында көптеген кемелер батып кеткендіктен кеме тапшылығы орын алды, ал аз санда жіберілген кемелерді вьетнамдықтар өзен жолдарында тұзақ құрып жойып жіберді. Достар, егер сіздер YouTube'дан видео отырып табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар.